тоқетерін айтқым келеді. Біздің алдағы сессияда қабылданатын конституция жобасы халық талқысына түскелі біршама уақыт өтті. Талқыда ерекше дауға түскен мәселе тіл мәселесі. Осы бір түйінді қолдан шиелендіріп алдық. Бұрынғы Кеңес одағына қараған, қазір тәуелсіздік алған мемлекеттердің бірінде тіл туралы біздегідей талас жоқ. Бәрінде де бір тіл, республика аты берілген елдің тілі мемлекеттік тіл. Оған ешқандай талас жоқ. Талас тек бізде ғана бар. Талас шығарып жүрген Қазақстандағы орыс халқының қалың тобы емес, халықта жазық жоқ. Талас тудырып жүрген жабырыңқы сияқты саяси бәлеқорлар. Біздің мемлекетте өмір сүріп жатқан басқа ұлттардың, немістердің, украиндардың, татарлардың, өзбектердің, ұйғырлардың, корейлердің, тағы басқалардың өкілдері ондай қиянқылыққа бармайды. Өйткені бізде барлық ұлттардың тілі емін-еркін өсіп өркендеуіне жағдай жасалады делінген жаңа конституция жобасында. Олар соны иман жүзділікпен қанағат тұтады. Кейбір империялық өргөкіректер бізде тұратын ұлт өкілдерінің бәрін орыс тілділер санатына қосып алып, қазақтар сендер азсыңдар дегенді бетке салық қылып басып та жүр. Осы да әділеттік пе? Әлгінде ғана солтүстік Қазақстан облысының азаматы сөйледі, шіреніп тұрып айтты, осы жерде біздегі облыста 91% халық орыс тілділер, оның ішінде 77% орыстар деді. Сонда қалған 14% ол санатқа алып та тұрған жоқ. Сонда ол азамат сол 14% басқа ұлттардың өкілдерінің намысына тигенін, оларды қорлағанын сезді ме екен өзі? Оларда қалай сонда тілсіз елін олар, басқа ұлттар 14%, оларда ұлттың өкілдері, олардың да тілі бар. Тым болмаса соны сыйлау керек еді. Қазақтарға жасалған қасақана қиянатқа қарсы тіпті сонау Ханқилы патша заманының өзінде Герцен араша түсіп еді. Пушкин жаны ашып жазып еді. Ұлы Толстой езілген халықтардың жоғын жоқтап еді. Қайда қазір солардың әділетті ұрпақтары? Қазақстанда қазақ тілімен қатар орыс тілі де мемлекет тіл болсын деп, немесе қазақ тілімен қатар жүретін тіл болсын деп, қиян кесті қызылкеңірдек болып жүргендер осының ақырын ойлай ма екен? Ал бұл әрекеттің ақыры не боларын білу үшін пайғамбар болудың қажеті жоқ. Онда қазақ тілі қураған тулақ қалпына қайта оралады. Орыс тілі өктемдігін жасайды, қазақ тілі қажетсіз болып қалады. Қазірде қажетті болып чекес қызып тұрған шамалы. Осында осымен үлкен жиналыста, ұлан ғайыр жиналыстың өзінде қазақ тілінде айналайын алтында екі қарындасым ғана сөйледі, жаңағы кегеннен келген бір азамат. Басқа бірде-бір қазақ жігіті сөйлей алмады бұл тілде. Сонда біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, өзіміздің тілімізді өзіміз сыйламасақ, ол тіл кімге керек? Басқалар соны қажет қыла ма? Осыны ойладық па? Намыс қайда? Осылай кете берсек, ар жағы қалай болмақ? Ар жағында 21 ғасырдың ар жақ бер жағында қазақтар бір кезде кәдімгідей халық болған, қазір жер бетінен ұлт ретінде жойылған, оғылдардың, өдегейлердің, айындардың, евендердің, топыраллардың, шеремистердің, тағы басқалардың кебінін киеді. Осында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрсын деген пікірлер айтылып жатыр. Онда оның мемлекеттік тілден қандай айырмашылығы бар? Нарабне, наряду деген сөздеріңіз ол мемлекеттік тіл дегенің синонимі. Тек алдамшы формасы ғана. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ.
Сондықтан мен ойлаймын, бұл формула таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі, жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледі тері. Сонда ақыр түбінде соры қайнайтын қазақ тілінің өзі болып шығады. Ұлы орыс тілі неден қорқады? Егер түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізде деген емес пе? Орыс тілінің мұңы болғанда қазақ тілі қайда бармақ? Қандай күн көрмек? Сондықтан орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрады деген сөз артық. Меніңше орыс тілі еркін тіл деу керек. Еркін тіл. Язык свободного применения. Сонда имандығы болатын сияқты. Тіл ұлттың намысы, тіл ұлттың паспорты, тіл ұлттың жаны. Намыссыз, паспортсыз, жансыз өмір сүруге бола ма? Ол өлгенмен тең. Ендеше 10 миллион халықтың обалына қалмайық десек, бұдан былай қазақ тілін орыс тілімен тайталастырып, қолдан қиянат жасамайық.